Сәлем достар, бүгін пайдалы ақпаратым ол күннен күйген теріні ағарту туралы болмақ. Видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі құнды ақпараттар айтылады. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда жаңа пайдалы ақпаратты өткізіп алмайтын боласыз. Күнге күйудің ең қауіпті де ауыр салдары терінің қабыршықтанып түлеуі. Түлеп түсіп жатқан теріні бір тәулікте қалпына келтіретін бірнеше әдістерді біле жүріңіздер. Күннен күйген теріні үй жағдайында қалай қорғаймыз? Бірінші, салқын суға 10-15 минут күйген жерді шайып отырыңыз, немесе салқын душ қабылдаңыз. Екінші, үйіңізде алоэ гель болатын болса, оны күйген терге қалың қылып жақсаңыз көп көмектеседі. Үшінші, егер де денеңіз күннен қатты күйіп, ашытып, ауыртып жатса, онда кез келген дәріханаға барып, арнайы алғашқы көмек көрсететін май алып жақсаңыз болады. Төртінші, көк шай. Көк шайды жақсылап демдеп, суытып, ватный дискілерді суына малып, күйген жеріңізге 10-15 минут қойып шықсаңыз, жақсы көмектеседі. Ол теріні ағартуға жақсы көмектесетін себебі онда С витамині өте көп болғанында. Бесінші, денеңіз күнге қатты күйгені сонша теріңіз түтеліп түсе бастаса, шыдамсызданып теріні қолыңызбен жұлып тастамағаныңыз жөн. Одан да тері өзі түссін десеңіз, кәдімгі қарапайым сүт көмектесе алады. Ватный дискілерді сүтке малып түсейін деп тұрған терінің үстіне 10 минут басыңыз. Сүт теріні жақсылап ылғалдандырады да тері өзі түсіп қалады. Міне, осы әдістермен күннен күйген теріңізді әрі ағарта аласыз, әрі қара дақтан, ақтаңдақтардан сақтай аласыз. Айтпақшы, күнге күйген теріге ешқашан вазелин жақпаңыз. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Достарыңызбен де бөлісе кетіңіз. Пайдалы ақпаратым пайдаларыңызға жарасын.